yaşауы өлшеулі. Оны өзі Нәсіплі Баймұратовна білеме екен? Дүнияда өлшеулі yaşаудан ауыр зат жоқ, ама оның yaşауы өлшеулі. Тек ол оны әлі де сезбейді. Яда болса, ол сезсе де, өзі күшті болғанға білдірмейді. Белкі ішінен күйіп, қырынан көрсетпей таған болар деген ойлар сыртынан естілген сөзді тік етті. Тек басын көтеріп қарағанда ешбіреуді де көрмеді. Соң ісі болғанын сезіп, бір аяғы отқа яңғанға ұсап, үстіндегі яюды көтерек болды, ама бұттан кесіліп алынған аяқ яюды қозғамады. Шонтық аяқтыңда жоқ болғанын сезген Нәсіплі өзін енап алды, бірден өз-өзіне. Осал болмаға ярамас, екі аяғы жоқларды елге пайда етеді, мен олардан осалма деді. Дарман ішпеге заман келді, температураңыз бар ма? Деп Нәсіплідің янына ақ халатлы адам келгенде, оның бәрі ойы тырқырап кетті. Тек ол докторға бір мұңлы көзбен қарады. Ракпан ауырған адам сау бола ма? Деді. Ол сондай сөзді деген сөзі доктордың шырайын төрлендірді. Ол сондай сөзді ерте еді кеш болса да естегін біле таған еді. Тек ол докторға ол оға онды яуып ізлеп бірді таппады. Сіздің ауру рак екен белгісіз. Бізге көре ол басқа ауру. Ама алдатпаға бала яқшы, ашамаға бал яқшы деген сөзлер Нәсіпліге аяғын апыл-тапыл басқаннан бері белгілі еді. Соға көре де ол еш бір сөзсіз ойланып, тек көзінде түпсіз теренін бір қайғыман қарап қалды. Нәсіплі Баймұратовна, сізге оқымаға мен бүгін Горкийдің ана деген кітабына келдім, деп академик Османов оның қолын ыслап қарап. Бүгін сенің пүлсің дәру, шырайыңды яқшы, тезден бізді қалдырып, үйінге қайтып кетсең де ярайды. Бұл сөздер Нәсіпліге күш қосқандай болды. Қас қаралды. Терезедің яндағы тереклер бірден бірге кешедің қараңға юрқанына оралдылар. Соң бұл қараңғалық бәрі затлардың үстіне де ямышы да ябылды. Міне тереклердің үстіне шырақ янғандай болып, айдың туғаны сезілді. Көкті юлдыздар белейділер. Нәсіплі терезеден көзін айырмады.